Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Өздеріңіз көргендей, жалпы кеше осы Чемпиондар Лигасының жаңа 2020-2021 жылғы маусымына жеребе тарту рәсімі өтті. Және көптеген өткен жылғы Чемпиондар Лигасының ойыншылары өздерінің жүлделерін алып жатты. Жалпы кешегі Чемпиондар Лигасының жеребе тарту рәсімінде осы топтық кезеңге бөлінгендегі сонда ең қызық деп алған бірнеше топ жайында әңгімелесіп кетейін деп отырмын бүгін. Жалпы барлық топ жайында айтудың мән мағынасы жоқ шығар, себебі іштерінде сондай бір қызық емес, интригасы аса жоқ топтар бар. Бұлар жайында жалпы айтып қажеті жоқ деп ойлаймын. Жалпы бүгін ең қызық, ең осындай шайқас мықты болады дейтін төрт топты алып отырмын. Ол сөзсіз біріншісі H тобы. H тобында Манчестер Юнайтед, PSG, Istanbul Başakşehir және де Red Bull Leipzig бар. Және сосын G тобы. G тобында Ювентус, Барселона, Динамо Киев және Ференцварош бар. Сөзсіз әлемнің қос үздік ойыншысының дуэлі қызық болады деген ойдамын. Б тобында Мадридтің Реалы, Донецктің Шахтері, Миланның Интер және Менхенгладбахтың Боруссия. Және А тобы. А тобында енді Атлетико, Бавария сөзсіз қос фаворит, және де Red Bull Зальцбург және де Мәскеудің Локомотиві өнер көрсетеді. Жалпы осы топтар жайында бүгін сөз етемін. Жалпы бүгінгі алғашқы талқылайтын тобым ол әрине H тобынан бастайық. H тобы ең қызық топ деп ойлаймын осы Чемпиондар Лигасындағы, себебі Париж Сен-Жерменді, Лейпцигте, Манчестер Юнайтедте өте сондай бір мықты ұжымдардың бірі. Ал Istanbul Başakşehir өздеріңіз білетіндей Чемпиондар Лигасының дебютанты, жалпы өте сондай қызық команда жалпы негізі. Алайда өзі аты айтып тұрғандай Стамбулдық Түркияның командасы, алайда сөзсіз аутсайдер десек болатын шығар осы топтағы. Жалпы Istanbul Başakşehir жайында айта кетсем, Istanbul Başakşehir осы Чемпиондар Лигасындағы ең жас клубтардың қатарына кіреді. Бар жоғы 1990 жылы ғана құрылған. Аты айтып тұрғандай Стамбулдың муниципалитет дейді, сондай қысқа ауданы ғой. Сондай Başakşehir деп айталатын қысқа ауданында құралған топ. 2014 жылдан бастап толыққанды Istanbul Başakşehir деп аталатын болған. Жалпы бір қызығы, Istanbul Başakşehir'дің үйіндегі стадионы атаңызға айналған түркиялық бапкер Фатих Теримнің құрметіне Фатих Терим арена деп аталады. Жалпы бұл мен білетін, жалпы көзі тірісінде аты берілген, бапкерлердің аты берілген екінші стадион ғана менің ойымша. Жалпы білмейді екен басқаларын. Біріншісі ол әрине сөзсіз аргентиналық Ньюэлл Олд Бойздың, осы атаңызға айналған аргентиналық бапкер Марсело Биелсаның құрметіне берілген. Екіншісі осы Фатих Терим арена екен. Жалпы Başakşehir осы соңғы жылдардағы Түркия чемпионатындағы өте сондай қызық командалардың бірі. Дәл қазір құрамында осы Istanbul Başakşehir'дің кезіндегі Европаның жарқылдаған жұлдыздары, дәлірек айта кетсек, Челси мен Ньюкаслдың бұрынғы шабуылшысы Демба Ба, Тоттенхэмнің бұрынғы ойыншысы Насер Шадли және Манчестер Юнайтедтің қорғаушысы, бұрын Лионда ойнаған Рафаэль да Силва сияқты ойыншылары бар. Жалпы өте қызық команда. Алайда сөзсіз аутсайдер, алайда сондай бір кішкене сенсация жасауға әбден күші жететін команда деп ойлаймын. Келесі клуб ол германиялық Red Bull Leipzig. Red Bull Leipzig өзіміз білетіндей өткен жылғы маусымда Чемпиондар Лигасының жартылай финалында PSG мен жолыққан болатын. Және өте сондай бір лайықты деңгейде ойын көрсеткен. Жалпы Red Bull Leipzig жайында жалпы көп айтудың қажеті жоқ. Өздеріңіз де жалпы білетіндей соңғы жылдардағы сондай ең сондай қарқынды дамып келе жатқан клубтардың бірі. Тек қана Германияда емес, жалпы толық Европада. Және бұл да ең жас клубтардың бірі. Бар болғаны 2009 жылы ғана құрылған Red Bull Leipzig. Сол Red Bull деп аталатын толыққанды команданың ол Нью-Йоркта да, Бразилияда да, Зальцбургта да, бар Австрияда, жалпы солардың қатарына енетін жалпы сондай клуб, фарм клуб деп аталады. Жалпы өте сондай жақсы клуб, және осы топтағы екінші орын үшін басты талас жүргізетін клуб деп атауға болады негізі. Манчестер Юнайтед өзіміз білетіндей жағдайы қазір мәз емес. Трансферлер жағынан өте сондай бір қиыншылық пайда болып жатыр. Алайда осы топтық кезең бар, биылғы осы Чемпиондар Лигасының топтық кезеңі бар, Англия чемпионаты бар. Жалпы Манчестер Юнайтедтің осы өткізген бірнеше ойынында сөзсіз Манчестер Юнайтед Джейдон Санчоны сатып алу керек екені толыққанды көрініп қалды десек болатын шығар. Сөзсіз Джейдон Санчо керек дәл қазір Манчестер Юнайтедке. Мынандай топқа түскен кезде ол сөзсіз ешқандай жаңағы артық сөзсіз сатып алу керек деп ойлаймын
Манчестер Юнайтедке. Және егер Чемпиондар лигасында осы топтық кезеңнен ары қарай өту үшін сол мықты сондай бір трансферлер әлі де жасап үлгеру керек осы бірнеше күннің ішінде. Ал ПСЖ бұл топтағы басты фаворит. Өзіміз білетіндей, жалпы қалай айтсақ та ПСЖ өз елінің чемпиондары, өз елінің ішіндегі жаңағы требл жасаған клуб. Әрине маусым басында кішкене қиыншылықтар болды, алайда бұл уақытша ғана қиыншылық сияқты. ПСЖ сөзсіз осы топтың басты фавориті, меніңше бірінші орынмен шығатын клуб осы ПСЖ болу керек. Жалпы айта кетсек, бірінші орын ПСЖ, бұл жерде жалпы топ қойылған, және дәл сол топ қойылған бойынша негізі солай аяқталатын да сияқты. ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Лейпциг және Стамбул Башакшехир болып. Бұл менің ғана ойым әрине. Ал келесі топ G тобы. G тобында Ференцварош, Динамо Киев, Барселона және Ювентус сияқты клубтар бар. Жалпы төменнен жоғары қарай бастасақ, Ференцварош сөзсіз соңғы орынға үміткер деп айтсақ болатын шығар. Венгриялық клуб, жалпы сондай ешқандай да бұл жерде күрес жүргізуге шамасы келмейді деп айтсақ болады. Ал Динамо Киев осы 3-ші орын алатын шығар. Жалпы осы Ференцварошты 2 ойында жеңсе, 6 ұпаймен сол 3-ші орын алуы әбден мүмкін. Ал басты сондай бір ең үлкен сұрақ осы тек қана топтағы емес, биылғы Чемпиондар лигасының топтық кезеңіндегі ең үлкен сұрақ ол әрине Барселона мен Ювентус арасындағы ойын. Меніңше Ювентус биылғы жағдайы негізі өте қиын негізі. Себебі Андреа Пирло сондай бір жаңағы тәжірибесі жоқ, алайда аңыз ойыншы болғанымен, жалпы көптеген аңыз ойыншылардың да мықты бапкер бола бермейтіндігіне көзім жеткен кездер өте көп болған. Сондықтан Андреа Пирлоның дәл қазір осы 3 тур өтті ма, 2 тур өтті ма Италия чемпионатында жалпы ешқандай да сондай бір жаңалығы жоқ бапкер деп айтсақ болатын шығар. Сол ескі системаны алып келіп қоя салған. Ал өткен жылғы Ювентус қалай чемпион болғанын ескеретін болсақ, биыл Ювентустың жағдайы тек қана Чемпиондар лигасында емес, ішкі біріншілікте де сондай өте ауыр. Сондықтан бұл жердегі басты фаворит менің ойымша Барселона, себебі осы өткізген 2 турдағы Барселонаның ойыны Вильяреалмен ойында да, кешегі Сельтамен ойында да өте сондай мінсіз шықты. Мен осы алдыңғы видеоларымда Барселона жайлы видеолардың біреуінде айта кеткен болатын. Барселона қанша жаңағы әлсіз болғанмен, Барселона жаңағы қазақи тілмен айтқанда жыланды 3 рет кессең де кесірткедей күші бар дейді ғой. Барселонаның қанша проблемасына қарамай, жалпы Барселона қолынан келген жағдайда жалпы треблда істеп кете алатын клуб. Себебі құрамында әлемнің ең үздік ойыншысының бірі бар команда, қай уақытта да әрине қауіпті, әрине сондай мықты командалардың бірі болып қала береді, қандай проблемасын болмасына қарамай. Сондықтан Барселона бұл жерде 1-ші орын, Ювентус 2-ші орын, Динамо Киев сөзсіз 3-ші орын және Ференцварош ешқандай да сенсация орын алмаса, Ференцварош сөзсіз 4-ші орын алатын клуб. Және келесі топ Б тобы. Б тобында енді Реал, Шахтер, Интер және де Боруссия Мюнхен-Гладбах бар. Жалпы Боруссия Мюнхен-Гладбахты да негізі сылтауға болмайтын клубтардың бірі. Боруссия Мюнхен-Гладбахты өткен жылғы маусымда Бундеслигада өте сондай керемет ойнаған. Құрамында Алесан Плеа және де өзім жақсы танитын атақты Лилиан Тюрамның ұлы Маркус Тюрам бар. Екеуі де шабуылшы және екеуі де франциялық өте керемет шабуылшылар. Өзіме екеуінің сондай бір дуэті ойынын көп көрмеймін, Боруссияның алайда ұнайды ылғи да. Және бұл өте керемет команда. Және Боруссия Мюнхен-Гладбах қолынан келген жағдайда сөзсіз сенсация жасап кете алатын командалардың бірі. Ал Шахтер Донецк жайында айта кетсем, Шахтер Донецк міне енді менімше сондай бір ең әлсіз тұсы осы топтың Шахтер Донецк деп ойлаймын. Себебі өткен жылғы Еуропа лигасында да жалпы Интерден ойында мен өзім айта кеткен болатынмын. Ол жайында да Интермен сөзсіз 5-0 есебімен жеңілетінде ойын көрсеткен жоқ. Алайда сол уақытта қарқынына қарап, осы жазда Шахтердан жалпы ештеңенің өзгермегенін көруге болады. Әрине, Шахтердің әрқашанғы сол бір традициясы дейді ғой, ылғи да жаңағы қап-қаппен оптым жаңағы бразилиялық ойыншыларды әкеліп тастайды. Алайда дәл қазіргі жас бразилиялықтарда сол кезіндегі Вильян немесе Луис Адриано, Жадсон, Иван сияқты, Айлано сияқты жалпы жарқырамай қалғанын соңғы жылдары байқасақ болады. Жалпы Европада атақты емес. Және келесі команда ол сөзсіз Миландық Интер биылғы жазда өте керемет трансферлер жасады. Александр Каларов, Ашраф Хакими, Алексей Санчесті толыққанды сатып алды. Жалпы барлығы меніңше мықты трансферлер және өте кеткендері де өте орынды деп ойлаймын. Және Интердің басты жұлдызы осы Ромело Лукаку және де Лаутаро Мартинес жұбы.
олар да жалпы өте керемет. Одан қалса құрамында дәл қазір Артуро Видаль бар. Артуро Видаль сондай бір Еуропада нағыз сондай чемпиондар лигасында өте тәжірибелі, және бұл әрине сөзсіз пайдаға асары анық Антонио Контенің клубына. Және Мадридтік Реал жайында көп айтудың қажеті жоқ. Өткен 3 ойында, осы Ла Лигадағы өткен 3 ойында мен көңілім толмады деп айтсам болатын шығар Мадридтік Реалға. Жалпы дәл қазір құрамында ешқандай да сондай бір Мадридтік Реалды алға сүйрей алатын ойыншы көріп тұрған жоқпын. Родриго да, Винисиус Жуниор да, Карим Бензема да, Лука Йович те, Эден Азар да дәл қазір ешқандай сондай бір керемет нәтижелілігін көрсете алмау да осы өткен ойындарда. Әрине Винисиус Жуниор бір гол соқты, алайда Винисиус Жуниордың деңгейіндегі ойыншыдан, Винисиус Жуниор сияқты кезінде сондай үлкен үміт күткен ойыншыдан жалпы Мадридтік Реалдың жанкүйерлері де үлкен нәрсені күтетіні анық. Алайда дәл қазір Винисиус Жуниор сөзсіз көптеген футбол жанкүйерлері білетіндер есінде шығар, кезінде осы Мадридтік Реалда Робиньо дейтін ойыншы болатын, және жыл өткен сайын Винисиус Жуниор сол Робиньоны еске түсіріп бара жатыр десек болатын шығар. Және Лука Йович сөзсіз бұл Мадридтік Реалдың ең сәтсіз трансферлерінің бірі соңғы жылдардағы, және Лука Йовичті де қинамай, меніңше жіберген, басқа клубқа жалға берген дұрыс деп ойлаймын дәл қазір. Ал А тобына келетін болсақ, Бавария, Атлетико және Red Bull Зальцбург, Локомотив сияқты клубтар бар. Red Bull Зальцбург өткен жылғы маусымда жалпы қандай керемет ойын көрсеткенін білеміз. Ливерпульмен бір топқа түсіп. Алайда сол кездегі Red Bull Зальцбургтың қаһармандары деп айтайықшы, Эрлинг Холланд да, Такуми Минамино да дәл қазір құрамда жоқ. Сондықтан Red Bull Зальцбургтың биыл қандай ойын көрсететінін білмеймін, себебі шындап келгенде Red Bull Зальцбургтың әлі бірде-бір ойынын қараған жоқпын, және құрамында қандай ойыншылардың бар екенін де білмейді екенмін. Сол үшін Red Bull Зальцбург мен үшін соңғы орында қалатын команда деп айтайықшы. Ал Локомотив енді жаңағы Ресей чемпионатын аса қатты көрмесем де, Локомотив Ресей чемпионатындағы жаңағы алдыңғы қатарда тұрған ойыншылардың бірі, командалардың бірі. Алайда биылғы осы маусымаралық үзіліс кезінде өздерінің басты лидері Антон Миранчукты Атлантаға сатқанын ескеретін болсақ, жалпы Локомотив те аса сондай бір керемет ойын көрсетпейтін сияқты. 3-ші орын дәл осы Red Bull Зальцбургты 2 рет жеңетін сияқты бұларда. Сонымен осы егер жеңе алса, әрине 3-ші орында қалады. Red Bull Зальцбург қанша дегенмен Red Bull деген сол атағы айтып тұрған жаңағы мен айта кеткен фарм клубтардың қатарына кіреді. Сондықтан Red Bull әрқашанда талант шығарудың жаңағы мықтылары. Сондықтан бұл жерде кезекті бір таланттың бағы жанып кетсе, Red Bull Зальцбургты әлі де тағы да бір рет сенсация көрсетуге күші жететін команда деп ойлаймын. Ал басты 2 орынды жалпы Атлетико мен Бавария ойнайтындығы сөзсіз. Жалпы өткен маусымдағы Атлетиконың Ливерпульмен ойынын ескеретін болсақ, жалпы Атлетико 2-ші номермен ойнап әбден біледі. Өткен маусымдағы сондай бір катастрофалық 1-0 деп аталатын есеп жүргізген болатын Испания Ла Лигасында. Сондықтан бір голдан артық соға алмайтын команда сияқты Атлетико биылда. Алайда осы Луис Суаресті алғаннан кейін меніңше нәтижелік кішкене көбейеді деген ойдамын. Испания Ла Лигасының 2-ші турында өздеріңіз білетіндей 6 гол соқты қарсыласының қақпасына. Алайда кейінгі ойында Эйбарға 1-1 гол соға алмады, 0-0 есебімен аяқталған ойында. Алайда Луис Суарес сөзсіз өзінің голдарын Чемпиондар Лигасында соғып жүрген ойыншы, бұл жерде де соғады деген ойдамын. Және 1-ші орында, алайда Бавария сөзсіз 1-ші орын алатын сияқты, себебі Бавария биыл осы атақты Пеп Гвардиоланың Барселонасының рекордын қайталауға әбден жақын тұрған команда, мықты команда. Осы дәл қазір 5 жүлдені жеңіп алған команда. Сондықтан қарқынынан төмен түсті деп ойламаймын. Өткен жылғы Чемпиондар Лигасын бар жоғы 1 ай алдың ғой, бір айдан сәл көп алдын ғана жеңіп алған Чемпиондар Лигасының финалынан кейін қарқынынан түсті деп айтуға әлі де келмейді Баварияны. Керісінше Бавария енді қарқын жинап келе жатқан сияқты. Сондықтан 1-ші орын Бавария, 2-ші орын Атлетико, 3-ші орын бұл жерде Red Bull Зальцбургты қояйын, және 4-ші орында Мәскеудің Локомотиві. Міне осындай. Міне достар, бүгінгі Чемпиондар Лигасы жайындағы менің кішкене ғана ойым. Егер видео ұнап жатса, арнаға жазылып, лайк басып, өздеріңіздің достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Және де осы Чемпиондар Лигасының топтық кезеңінде мен айтып кеткен ойларға алып қосарларыңыз болса, төмендегі комментарияға қалдырып кетсеңіздер болады. Мен сіздерден міндетті түрде келіп байланыс күтемін.